қайырлы күн. Менің есімім Сажар, ИС-22 тобының студенті. Бүгінгі сабақтың лабораториялық жұмыстың тақырыбы машиналық аударма үшін нейрондық желілерді қолдану. Және бізде ең басты қолданылатын кітапханалардың бірі TensorFlow болып табылады. TensorFlow Google компаниясынан шыққан өте үлкен кітапхана. Оның мүмкіндіктері өте үлкен. Сондықтан ол қазіргі таңда өте үлкен сұраныста, өте үлкен қолданыста. Біздегі лабораториялық жұмыста берілген мысалда жұмыс Google Colab сайтында орналасады. Google Colab'да орналасады. Оның жұмыс барысы файлда көрсетілген. Ал менің жасаған өзгешелігім лабораториялық жұмыста тек қана қазақ және орыс тіліндегі аударма болса, мен жасаған жұмысымда қазақ, орыс, ағылшын тілдері де осы үш тілді қамтитын болған. Үш тілді қамтиды. Жұмысты көрсетпестен бұрын мен қазақша, орысша, ағылшынша үлкен датасет туралы айта кеткен жөн көрдім. Бізде Kaggle деген сайтта Kazrusync Literature Parallel Corpus деген үлкен датасет бар. Бұл датасеттің өлшемі өте үлкен. Онда қазақша фразалардың 68.669 саны бар. Соншама орыс фразаларында 69.185 саны бар. Одан бөлек мына жерде біз көрсек болады, қандай түрлі мәтіндердің бар екенін. Мысалға ботагөз шыны қолында тұрып, орыс қолында оқиды деген қазақша мәтіндінің орысша аудармасы тұр қасында. Ботагөз жила, у него вообще очень хорошее поле деген. Бұл датасет жалпы бізге нейрондық желі арқылы аудармашы переводчик жасау кезінде өте үлкен көмегін тигізеді. Яғни негізгі оның көмегін тигізуі эпохалардың санына да байланысты. Эпохалар көп болған сайын датасет жақсырақ қолданылады. То есть нейрондық желі оны жақсырақ оқитын болады. Соған байланысты точностьті, аудармашының жұмысы да соған байланысты болатын болады. Дұрыстығы жұмысы. Мына датасетті мен өзім іздеп таптым. Кішігірім зерттеуімнен. Өте керемет датасет. Ішінде өте көп ақпараты бар. Қазір мен сізге көрсете аламын. Ал датасет. Онда тексті көп, өте көп ақпарат. Өте үлкен датасет. Осы датасетті оқыту арқылы нейрондық желіден аудармашы жасауды шештім. Лабораториялық жұмыста тек қана қазақ және орыс тілінде болғандықтан мен кішігірім өз өзгерісін енгізіп ағылшын тілінде қосатын болып шештім. Себебі датасетте ағылшын тілінде де ақпарат бар. То есть датасет үш тілден тұрады. Ең басында бізде кодта мен PyCharmға жаздым кодта, Pythonға. Ең басында бізде кодта кітапханалар келтірілген. Ол NumPy, өзіміз бәріміз білетін массивтермен жеткізудің жұмысы берілген. Одан бөлек Keras Models бар. Оның ол екі модельді қолданып тұр. Бұл жерде модель және load модель деген. Модель ол бізде оқылатын модель, оқытылатын модель. Ал load модель уже оқытылған модель. То есть нейрондық желінің дальнейшем жұмыс істеуіне көмектеседі. Одан кейін Keras Layers'те input, LSTM, dance қосымшалары бар. Input бізде бұл бастапқы нүктені жүзеге асыратын болса, LSTM ол чередованиені жақсы сақтайды және маңызды фрагменттерді өз есінде жақсы сақтайды. То есть нейросеттің жүйесінде жақсы сақтайды. Ал dance ол өткізуші болып жұмыс атқарады.
Бағана мен TensorFlow туралы айтып кеттім, бірақ мына жерде кайфолардың арасында TensorFlow жазылмаған. Ол TensorFlow жоқ деген сөз емес. 2019 жылға дейін Keras өзі бөлек кітапхана болған. Ал 2019-дан кейін Keras TensorFlow кітапханасының под настройка бөлімінде, то есть Keras жазылса, ол жерде TensorFlow жұмыс істеп жатыр деген сөз негізінен. То есть он бір бөлігіне айналған қазіргі уақытта, қазіргі актуалды уақытта. Сондықтан Keras'тың жұмысы барлығы TensorFlow'ның арқасында жұмыс жасайды. Одан бөлек менде тік интернет-кітапханасы бар. Бұл тек қана сол графиканы бізге көрсету үшін арналған. То есть визуализацияға үшін арналған. Ең бастапқыда бізде обучение модели жүреді, то есть модельді оқыту жүреді. Бұл жерде бізде pairs, бізде мысал қатарлар келтірілген. Hello, привет, hello, сәлем деген түрлі сөздердің аудармаларымен келтірілген мына қатарда. Одан кейін ақпаратты дайындау қатары келтірілген. То есть input text, бұл жерде мен өзім текстін енгізіп, соның аудармасын нейрожеліден сұраймын. Одан бөлек бізде циклдар бар. Осы циклдардың барлығы модельдің оқу, модельдің түсінгеніне байланысты өз жұмысын жасайды. Оқытылатын массивтер құрылады кодта. Бізге жалпы ақпаратты шығару үшін бірінші оны енгізуіміз керек. Дәлірек айтқанда, бір сөздің переводын сұрауымыз үшін ол сөздің өзін бірінші жазуымыз керек. Мысалға, қазақша сәлем деген сөзді енгізіп, привет деген орысша перевод алушы деген сияқты. Келесі қатарларда бізде модель ашылады, то есть оқытылатын модель ашылады. Ол модельдің жұмысы оқылуы RMS Pro оптимизатор арқылы жүреді. Одан бөлек бізде модель save бөлімі бар. Бұл жерде модель H5 деп аталады, ол бөлімнің файлының аты. Яғни модель сақталады. То есть оқытылып болғаннан кейін сақталады. Мен қазіргі уақытта бір ғана эпоха қойып қойдым. Себебі датасеттің үлкендігіне байланысты бұл нейрожелінің күшіне байланысты эпоханы көп қойғаным, ол уақытты өте көп алады, то есть өте көп үйренеді ол. Сондықтан бір ғана эпоха қойып қойдым. Ал негізінде нормада кемінде 300 эпоха қойылғаны дұрыс. Негізінде 300 эпоха қойылған кезде нәтиже сәтті аяқталады. Келесі бізде біз енгізген текстті аудару үшін шығатын интерфейс бар. Оқылған модельді шақырады, ол интерфейс ашылатын кезде. Және сонда біз өзіміздің текстімізді енгіземіз. Сосын бізде батырманы басуды анықтайтын функция бар, def translate text деген. То есть translate батырмасы бар, перевод батырмасы. Ол батырмаға басқан кезде біз жазған текстті аударып шығу керек. Және кішігірім тікентер терезесі бар, онда мини переводчик деген жазу бар. Оның размері келтірілген, ұзындығы 30 пиксель. Жалпы бүгінгі лаборатория жұмыс осы. Мына жерде мен тағы да көрсетіп өтсем болады. Мына датасетті мысалы көрсеңіздер болады. Советтік методтар, большевиктер жамандап, балағаттап, балақ кеңестері гүрілдеп, жар салып жатты деген біздің тексттің мәтіннің орысша аудармасына жазып қойған. Бұл дегенім нейрожелі осы датасетті қолданып мәтіннің қасында аудармасы болғаны,
қазақша мәтіннің жанында орысша аудармасы болғаны оның дата арқылы жақсырақ оқуына өз үлесін келтіреді, өз үлесін қосады. жақсырақ оқуға көмектеседі, былай айтқанда. Қазір мен запуска детей. Менде қазір бір ғана эпоха болғандықтан менде қате шығаруым мүмкін. Себебі бір ғана эпоха ол оқуға мүлде жетпейді негізінен. Сондықтан да ол өте аз.